Армысыздар, бүгінгі тақырыпты соңына дейін тыңдауларыңызды сұраймын. Өйткені бұл өте маңызды әрі ойландыратын мәселе. Достар, әуежайлар туралы сөйлесейік. Нақтырақ айтқанда, VIP залдар туралы. VIP зал жай ғана жайлылық емес, бұл мемлекеттік инфрақұрылым. Яғни ол салық есебінен қаржыландырылады. Біздің халықтың ақшасына. Бұл ақпарат ашық деректерден алынған. Нақты айтсақ, ашық НКА.gov порталында жарияланған ресми құжатқа сүйеніп айтып отырмын. Және сол құжатқа сәйкес VIP залдарды пайдалануға құқығы бар тұлғалардың ресми тізімі бар. Жалпы қоғам мемлекеттік қызметкерлерге жағдай жасалынатыны түсінеді. Иә, олардың қызметі мемлекетке байланысты, белгілі бір талаптар бар. Бірақ ары қарай қызығы басталады. Енді менің түсінбейтінім, неге бұл жерде бас муфти және православ тарапынан өкілі бар. Және халық дұрыс түсіну үшін бір нәрсені нақтылап алайық. Православ тарапынан көрсетілген өкіл шетел азаматы. Міне осы жерде сұрақтар басталады. Қашаннан бері мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын діни тұлғалар мемлекеттік артықшылықтарға ие бола бастады. Ал ең бастысы, қашаннан бері бұл артықшылықтар Қазақстан азаматтарының салығы есебінен шетел азаматына беріледі. Егер мемлекетіміз зайырлы болса, онда бұл тұлғалар қандай қағидамен таңдалады? Неге онда бұл тізімде раввин жоқ, католик шіркеуінің өкілі жоқ, буддистердің өкілі жоқ? Әлде бізде артықшылықтар таңдап беріле ме? Енді келесі маңызды мәселе. Бұл құжатқа алғашында кім қол қойды, білесіздер ме? Әрине, Карим Масимов. Жылдар өтті, реформа, жаңа Қазақстан деп атаймыз. Жаңа премьер-министр келеді. Бірақ не болды? Құжатты сол күйінде қалдырып, жай ғана жаңартып қойған. Түзету жоқ, қайта қарау жоқ, тіпті қарапайым тексеру де жоқ. Сонда сұрақ туындайды. Бектенов мырза, бұл бұрынғы шешімдермен саналы түрде келісу ме? Әлде бұл осылай жүре берсін деген жай ғана формалды жалғастыру ма? Егер бұл келісу болса, онда бұл позиция. Ал егер формалдық болса, онда бұл жұмыс сапасы. Екі жағдайда да әлсіз көрінеді. Енді ең маңыздысы, Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет. Діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген. Ал іс жүзінде біз не көріп отырмыз? Шетел азаматын қоса алғанда, діни тұлғалар халықтың салығы есебінен мемлекеттік инфрақұрылымды пайдаланып отыр. Бұл жерде мәселе жеке адамдарда емес, мәселе жүйеде. Мен осы мәселе бойынша Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына және көлік министрлігіне ресми сұрау жолдадым. Енді олардың ресми жауабын күтемін. Өйткені мемлекет біреулерге арналған VIP қызмет емес. Бұл халық үшін жұмыс істеу тиіс жүйе. Егер жаңарту тек күнін ауыстыру болса, онда бұл реформа емес, бұл имитация. Ал енді президентке үндеу. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сізден Конституцияның кепілі ретінде осы жағдайға назар аударуыңызды сұраймын. Мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын діни тұлғалардың, соның ішінде шетел азаматтарының мемлекеттік артықшылықтар тізіміне енгізілуіне құқықтық баға беруіңізді сұраймын. Өйткені бұл жеке мәселе емес. Бұл Конституцияны сақтау және зайырлы мемлекет қағидатының мәселесі.